психология. Тарихи зерттеу барысында жинаған барлық құнды дүниелерді зерттеп сақтауға, тұнықтап қалпына келтіруге және келесі буынға беруге тырысады. Қоғамдардың қазіргі даму үстіндегі өзекті мәселенің бірі ұлттық психология. Яғни әрбір ұлт өз өкілдеріне тән, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын мінез-құлықтар мен психологиялық қарекет ерекшеліктерін қарқынды зерттеу үстінде. Ұлттық психология рухани мәдениетте, сезімдерде, әдет-ғұрыпта, адамгершілік әдеби салаларда, тілде, ұлттық минезде көрініс табады. Бұл құбылыстарға сипаттама беру, олардың заңдылықтары мен шешімдерін табу ғылыми негіздік білімді құрайды және өте мұқияттылықты талап етеді. Ең алғаш Қазақстанда психология ғылымынан докторлық диссертациялық кеңес жасақтаған, қазақ психологтар қауымдастығын құрған және де қазақ психологиясында ұлттық даму даңқын сақтап, даңқын салған атақты профессор академик Сатыбалды Мұқатайұлы Жақыпов. Оның жетекшілігімен 58 кандидаттық, 7 докторлық диссертация және 4 PhD диссертациясы қорғалды. Сондай-ақ ғалым қолданбалы психологияны елімізде кең қанат жаюына ықпал етті. Білікті психолог кадрлар даярлауда айтарлықтай еңбек сіңірген, жоғарыда аталған мәселелерді терең зерттеген ғалым Сатыбалды Мұқатайұлы Жақыпов. Сатыбалды Мұқатайұлы Жақыпов еліміздегі этнопсихология саласын эксперименттік деңгейге көтеруге өз үлесін қосқан ғалым. Сатыбалды Мұқатайұлы Жақыпов 1950 жылы 29 сәуірде Алматы облысы Қаскелең ауданы Ұмтыл ауылдық кеңесіне қарасты Қазақ СССР-ның 10 жылдығы атындағы колхозда, қазіргі Қарасай ауданындағы Жамбыл ауылында дүниеге келеді. Отбасында 6-шы бала болуы керек екен, бірақ одан бұрын туылған балалар әртүрлі себептермен шетінеп кеткен. Осыдан кейін ағамыз туылғанда ата-анасы жалғыз ұлдарының өмірін сақтап қалу үшін түрлі ұлттардың өздері білетін әдет-ғұрыптарын сақтауға тырысқан. Жаңа туылған сәбиді акушерка далаға алып шығып, терезеден өз әкесіне 25 рубльге сатыпты. Сірә бұл салттың мәні өз баласын тағдырдан, жоғары күштен сатып алу болса керек. Осылай сатып алған соң, ата-анасы оған Сатыбалды деген есім береді. Мұнымен де тынбай, сол кездегі кең тараған шығыс әдет-ғұрпына сәйкес, анасы баланы тіпті отбасының ең жақын достарына да көрсетпей, 40 күн бойы қараңғы бөлмеде сақтаған. Үш жастан асқан кезінде қызылшамен ауырып, өмір мен өлім арасында болады. Ол кезде Кемерторған ауылында тұратынбыз. Бір көршіміз шешен отбасы еді. Осы көршіміздің баласы Мүслим атты бозбала түнгі сағат 2-де көрші ауылдан автокөлік тауып, мені Қаскелең қаласындағы аудандық ауруханаға жеткізіпті. Алайда мұндағылар менің жағдайымның үмітсіз екенін айтады. Сонда біздің шешен досымыз тас қараңғы түнде балалар дәрігерінің үйін іздеп тауып, оны ауруханаға әкеледі. Кейінірек анам осы сол күнді есіне алып, Мүслим болмағанда не боларын кім білсін дегенді үнемі қайталап, шешен бозбалаға алғысы мен батасын жаудырып отыратын. Осы Мүслим есімді шешен баласы өзінің інісі Ахметпен бірге Сатыбалды ағамызды бір емес екі рет қауіптен құтқарып қалады. Қарасай ауданының ең әдемі бұрышында орналасқан Казмис ауылындағы номер 72 мектебінде оқу барысында физика пәніне қатты әуестенеді. Үйінде зертхана ұйымдастырып, өте сезімтал радиоқабылдағыш пен өте ұзаққа жететін радиохабар таратқыш құрастыруға ұмтылып, бітпейтін эксперименттер жасайтын. Ал 1968 жылы орта мектепті бітіріп, Алматы қаласындағы мақта комбинатында аз уақыт жұмыс істегеннен кейін әскери теңіз флотына әскери міндетін орындауға шақыртылады. Осылайша Қызыл тулы Қара теңіз флотында қызметін атқарады. Тағдырдың ғалымның маңдайына жазғандай, мұнда флот үшін байланысшылар дайындайтын арнайы әскери теңіз мектебіне түседі. Осы мектепті жақсыға бітіріп, байланысшы мамандығына ие болады. Ол уақытта бұл флоттағы ең күрделі әрі дәрежесі өте жоғары мамандықтардың бірі болып есептелінетін.
Байланысшылар ерекше құрметке ие болуымен қатар командованияда арнайы есепте тұратын. Үздік курсант болғандықтан әрі қарай қызметін нұсқаушы ретінде өтеуге қалдырылады. Бірақ алдымен Қара теңіз флотының кемелерінде сынақ мерзімінен өту керек болады. Нақ осында флагманды ракеталық крейсерлердің бірінде өзін тікелей психологияға алып келген проблемаға тап болады. Бүгінгі күні Қазақстанда психология ғылымының докторлары мен кандидаттары, мынау жаңа сарын бойынша доктор PhD-лар, магистранттар бұл кісінің жетекшілігімен, бұл кісінің кеңесшілігімен менің ойымша осы ғылым орнығып және дамып жатқан жағдайында деп айтсақ қателеспес едік. Сатыбалды Мұқатайұлы Жақыпов ең алдымен ол ірі тұлға, көрнекті психолог ғалым, өте білікті маман иесі. Мысалы, мынандай салалар бойынша жалпы психология, педагогикалық психология, әлеуметтік психология, этнопсихология салалары бойынша түрлі эксперименттік зерттеулер жасады. Алғашқы болып теория құрды, психологиялық теория құрды. Психологиялық теориясы бірлескен диалогтық танымдық іс-әрекет теориясы деп аталады. Оқыту процесіндегі танымдық іс-әрекеттің құрылымын, танымдық іс-әрекетке әсер ететін әлеуметтік психологиялық факторлар мен механизмдерді жетік зерттеді. Сонымен қатар осы өзінің бірлескен диалогтық танымдық іс-әрекет теориясында кез келген оқу іс-әрекеті, оның ішінде сабақтың соңында міндетті түрде барлық білім алушыларда ортақ мағыналық қор құрылуы қажеттігін айтқан. Ол дегеніміз не? Яғни кез келген мұғалім сабаққа дайындаларда міндетті түрде бір дәрістің белгілі мақсатын құрады ғой. Сол мақсатқа жетудің бір кепілі дейді оқушыларда, жаңағы білім алушыларда ортақ мағыналық қордың құрылуы. Яғни мұғаліммен бірлескен диалогтық танымдық іс-әрекет барысында мұғалімнің білімі, тұлғалық қасиеттері, мұғалімдегі бар информация, барлық осы беретін мән-мағынасы оқушыларға жұғуға қажет деген. Сатыбалды Мұқатайұлының өзінің диссертациялық ізденістеріне байланысты және содан жиналған материалдардың негізінде жалпы жоғары оқу орындарында білім беру барысында бірлескен диалогты іс-әрекет қағидасы ерекше орында. Бұл қағида Сатыбалды Мұқатайұлының оқу процесінің психологиялық құрылымы атты монографиясында жан-жақты терең келтірілген. Мұнда студенттердің немесе білімді ізденушілердің өз бетімен алған білімінің және өз бетімен алған білімінің тұжырымдары, қорытындылары және ой шешіміне әсер ететін жайттары өте ерекше орында тұр. Негізгі ғылым ізденістерінің бәрі біздің психология ғылымында әйгілі тұлғалардың есімімен байланысты. Леонтьев, Выгодский, қазіргі жас ғалымдар Панов, Сергей Борисович Малых, Рубцов, бұлардың бәрі өте әйгілі есімдер психология ғылымына үлес қосқандарына байланысты. Осы кісілермен әріптес болып, соңғы кездерде Мәскеу мемлекеттік университетінде өзінің зерттеу жұмыстары бойынша дәріс баяндар оқыды. Ол дәріс баяндарының орыс тілде оқығанын ұнатқан студенттердің және магистранттардың алған ілімдік бағыттарына байланысты бұл кісіге құрметті профессор атағын берді. Зерттеу нәтижелері ғалымнан бірқатар шәкірттермен бірге жүргізген зерттеулерінде көрініс тапты. Алайда оның барлығы эмпирикалық деңгейде болды. Ал шын мәнінде өзі талдап жасаған этнопсихологиялық эксперименттік технологияны 14 жылдан соң ғана 2004 жылы шәкірті Наталья Негаймен бірігіп жүргізген зерттеуінде іске асырдым дейді. Мұнда бірқатар эксперименттік әдістемелер құрастырылып, оларды тәжірибеде қолданып нәтижелер алды. Нақты эксперименттік этнопсихология осы жылы дүниеге келді деп есептейді ғалым. Себебі бұл кезге дейін шетелдік ғалымдар да, ресейлік ғалымдар да этнопсихологиялық айырмашылықтарды тек түрлі халықтардың мәдениеттерін салыстырмалы түрде ғана, яғни кросс-мәдени тұрғыда зерттеп, қорытынды жасап жүреді. Барлығы да Лонд айтқандай, мұндай экспериментті қолдану мүмкін емес деп есептеді. Бұл бағыттағы эксперименттік зерттеулер жалпы дүниежүзілік ғылымдағы алғашқы қадам болғандықтан Ресей ғалымдарының біразы қабылдады, қолдады, біразы қабылдамады. Ал қазіргі эксперимент этнопсихологияға кеңінен еніп, зерттеушілерді оң нәтижелерімен қуантады.
Әдеттегі әскери-теңіз байланысындағы радио бөгесі жағдайында жұмысты жаңадан бастап жүрген байланысшылар телефонограмманы есту арқылы қатесіз қабылдауда қиындықтарға тап болады екен. Нәтижесінде олардың кейбіреулері күзет жұмысын дербес атқару үшін имтихан тапсыра алмай, бұл мамандықтан айырылып жатады. Сонымен қоймай, әскери міндетін өтеуді ертерек бастағандардың тарапынан жағымсыз қарым-қатынастарға тап болып аластатылады. Ал кейбіреулері тіпті жағалауға шығарып жібереді. Әскери кеменің шектеулі кеңістігіндегі мұндай өте қиын жағдай тек жолы болмаған матростың ғана емес, барлық жаңа келген жас матростардың да өмірін бұзады екен. Уақытша командирдің міндетін атқарып жүріп, күзет жұмысын дербес атқару сынағынан өте алмаған жас байланысшылармен кездеседі. Бұл жас байланысшылардың қолынан көп нәрсе келетін екен. Еңбекке үлкен ынтасы бар. Бірақ әскердегі тікелей міндеті болып саналатын байланыс жұмысына қатысты борышын апелляцияда, оған қолданған жазада көмектеспейтін екен. Ол уақытта егер адам бір нәрсені қатты қаласа, міндетті түрде оны жасай алады дегенге қатты сенетін едім. Көп өтпей, бөлімше командирі еңбек демалысынан келіп, мен осы матростың жанында жұмыс істей бастадым. Бұл жас матросты бақылай жүріп, оның өте адал, сенімді адам екеніне көзім жетті. Ол университеттің филология факультетінің 2 курсын бітірген екен. Мен одан алғаш рет диссидент ақындар, билеуші идеологияға қарсы шыққан ақындар туралы, студенттік өмірдің әртүрлі қыры мен сыры туралы білдім. Гитарада ойнаудың жаңа тәсілдерін және көптеген басқа нәрселерді үйрендім. Мені бұл адамның өте жоғары музыкалық есту қабілетке ие бола отырып, бөгеттерден қажетті дыбыстық сигналдарды ажыратуды үйрене алмай, төтенше жағдаяттарды саңырауша әрекет жасауды таң қалдыратын. Қазір бұл құбылыстың себебін білемін, ал ол кезде мен үшін шешімі жоқ жұмбақ болатын. Сол күн әдеттегідей өзі қатарлы балалармен көшенің қара шаңына сүңгіп шомыла ойнап жүрген. Кенет анасының қатты айқайлаған даусын естіп, бұрылғанда сақырлаған арба жегілген 2 аттының аласыра шауып келе жатқанын көреді. Балалардың бәрі көшенің 2 жағына қарай жүгіре қашып бара жатады. Ал біздің кейіпкер біреу сиқырлап қойғандай тұрған орнынан қозғалмай, жүйткіген аттардың сұлулығына таңдана қарап қалады. Бақытына төніп келіп қалған еңгезердей аттарды аяқ астынан 2 адам жүгіре шығып тоқтатады. Осы естеліктер ғалымды айналадағы адамдарға шексіз ризашылыққа бөлейді. Нақты айтқанда, өзге ұлт адамдарына қатынасын анықтайды. Кім біледі, мүмкін нақ солар ғалымның кейін психолог мамандығын таңдауына себеп болған болар. Ғалымның айтуынша, психология ғылымының ізгілігі сонда, тағдыр маған жолықтырған адамдарға қиын сәтте жанында болып, тұлға ретінде қалыптасуына ықпал еткен барлық адамдарға және тұтастай адамзатқа өзімнің ризашылығымды шынайы түрде білдіруге мүмкіндік береді екен. Адам жанын түсінетін маман болу терең білімді, үлкен қажырлы еңбекті және де жоғарғы жауапкершілікті талап етеді. Ал бізге ғалым туралы ақпараттармен бөлісіп, құнды мәліметтермен қамтамасыз еткен жандарға алғысымыз шексіз. Келесі көріскенше сау болыңыздар.